Алматы қаласы білім басқармасына қарасты нөмірі 92-ші бөбекжай балабақшасы тәуелсіздік күні қарсаңында ұлттық құндылық ел байлығы тақырыбында семинар өткізді. Алдымен семинарға арнайы келген қонақтар балабақшада орналасқан көрмені тамашалады. Одан әрі семинардың ашылуында тәуелсіздік символдарына жеке-жеке тоқталып, құнды дүниелеріміз дәріптелді. Бүлдіршіндер әнұран, елтаңба, көк туымыздың тарихына өздігінше тоқталып сипаттама беріп тақырыпты аша түсті. Сонымен қатар ұлттық ойындарымыздың түрлеріне тоқтала келе, қазаққа қасиетті де қастерлі саналатын отауымыз киіз үйдің әрбір бөлігін таныстырды. Осылайша балалар сахна төрінде киіз үй құрастырды. Кереге, уық, шаңырақ, бір шаңырақ астында жиналу отан деген ұғым. Олай болса, отан отбасынан басталады. Біз бір отбасымыз деп ұрандатты тәуелсіз елдің тарландары. Тәуелсіз елге білімді ұрпақ тәрбиелеуге ниет білдіремін. Осы тәуелсіздік ұлттық құндылықтарымызды арқау еткен кезде біз ең бірінші осы тәуелсіздік символына келеміз. Осыншама құнды дүниені бала бойына сіңіру оңай дүние емес. Бала тәрбиесінде үйдегі ата-ана мен ұжымның ықпалы мол. Балаларды патриоттық сезімге баулып, өнер үйретіп, мерекелік іс-шараның жоғарғы деңгейде өтуіне атсалысып, іс-шараның басы қасында жүрген тәрбиеші Сәркеева Гаухар Айтқожаевнаның қазақ тілі маманы Жүргенбаева Гүлмира Үсіпбайқызының еңбектерін айтпай кетуге болмас. Бүгінгі семинар барысында ата-аналар да ұжымға деген өз ризашылықтарын білдірді. В первую очередь хочу выразить благодарность администрации, воспитателям, хореографу за хорошее воспитание и подготовку наших детей. Сегодня мы стали свидетелями прекрасного праздника, который устроили наши дети ко Дню независимости нашей республики, с применением интерактивных технологий. Все это говорит о высокой квалификации всего преподавательского состава. Спасибо большое. Балаларды ұлттық құндылықтар бойына сіңіріп, елге деген сүйіспеншілігін, отанға, туған жерге деген сүйіспеншілігін арттыра беріңіздер, дендеріңізге саулық тілейміз. Тәуелсіздік күні құтты болсын, жаңа жыл құтты болсын келе жатыр. Ары қарай бүлдіршіндердің топтық жұмыстарына кезек берілді. Мұнда балалар қол моторикасын дамыту, құмыра жасау, әжелер мектебінің ізін жалғастыру, яғни қол өнерге басымдық берілді. Бірі киіз басса, енді бірі текемет тоқып сырмақ сыру үлгілерін көрсетті. Ер балалар бәйге ұлттық ойын ойнаса, әсіресе кішкентай өнерпаздардың қасиетті қара домбыраны қолдарына алып, айтыс өнерін сахнада көрсетулері тартымды әрі қызықты болды. Бала түйсігімен осыншалықты күрделі жанрды қалай игерді дерсің? Ашық ұйымдастырылған оқу әрекеті керемет, өздеріңіздің алдыңызда көрсетіп жатыр. Ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында осының бәрі біздің бүлдіршіндерімізді нағыз елін, халқын, жерін сүйетін патриоттық тәрбиелеу барлық мақсатымыз. Сондықтан тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, сіздерді құттықтаймын осы тәуелсіздік мерекесімен. Семинар барысында аталмыш балабақшаның психологы жиналған қонақтармен шаттық шеңберін құрып, сергіту тренингін өткізді және логикалық сұрақтар қойып, қызықты жауаптар алып жатты. Бүгінгі семинарда Бостандық ауданының білім бөлімінің басшысы Қасымбек Айгүл Жұмабекова да өз пікірін білдіріп алғыс айтты. Сондай балаларға шабыт беріп, ата-аналарды қуантып, бізді қуантып, біздің қоғамға ертең жарқын болашақ үшін қазір біз соны жұмыс жасап отқанымызға ешқашанда ұмытпайық. Сол әрқашанда мұғалімдеріңізге шығармашылық табыс, креативті болуға тілеймін. Бүгінгі сабақтарыңызға, бүгінгі семинарыңызға үлкен алғысымды сіздерге білдіремін. Рахмет. Семинар балабақша ұжымы мен бүлдіршіндердің бірлесіп дайындаған концертімен жалғасты. Арнайы білім айнасы үшін Жұлдыз Смайылова, Алматы қаласы.